Мен қандай тамақ? Жұқпа нан. Жұқпа нанды жасайтын боламыз. Бұл менің мамам. Қазір сіздерге барлығын істеп көрсетеді. Давайте құя беріңіз. Бір кесе су құйды. Жылы су, иә? Кәдімгі бөлме температурасында. Бөлме температурасындағы бір кесе шымшым тұз саламыз. суды құйды және де еттің қамырынан ащы болмау керек. Одан кейін қатты ащы қылмай тұзды салды. Одан кейін бір жуала қамыр илейміз. Бір жуала қамыр илейміз дейді. Біз бұрын кішкентай кезімізде үйде жасап беретін кәдімгі үйдегі кез келген кесемен осылай өлшеп алып жасай бересіздер. Бір жуала қамыр шығады, Бір жуала қамыр шығады. Осы бір жуала қамырдан бір десте жұқпа пісіреміз. Байынан да істеп аласың. Бір жуала шығады, иә? Бір жуала жұмсақ болу керек па қамыры? Кәдімгі еттің қамырымен бірдей болу керек. Өйткені жайған кезде тесіліп кетеді. Тығыздау болу керек, сондай. Оны біраз тұндырып қоямыз. Сол тұндырып жатқан кезеңде құртымызды, айранымызды дайындап, сорпамызды дайындап қоямыз. Бұл тамақ енді жаңағы көктемгі кезеңде, мал төлдеп жатқан кезеңде дайындалатын екен. Бұрын анамыз айтатын, ол кезеңде мал төлдеп жатқан кезде ешқашанда мал сойылмайды. Мал сойылмағаннан кейін адамға жаңағы жұғымды, тойымды тамақ қажет болады. Сол кезеңдерде жасалынған тамақ деп айтатын. Үйде, ауылда ошаққа пісіретінбіз. Малдан қалған кашектер болатын, шөптің қалдықтары. Оны әкеміз дайындап қойып қоятын. Сонымен жайлап қазанға салып пісіріп жататынбыз. Бір десте піскен кезеңде бәріміз бірінші жеп алатынбыз. Бір жаңағы несінен жұқпадан ұстап алып, одан кейін барып екінші, үшінші дестеде жаңағы балалар тойдау деген кезеңде жаңағы тамаққа дайындап қоятын. Бізде Шымкент қаласында осы тамақ Медина кафесінде жасалып жатыр. Осы жұқпа нан дегенше. Енді бұл жерде жаңағы елеп атқан тостағымызды қамыр қалмау керек заң бойынша. Бұл заң қағазда жазылмаған, бірақ анамыздың жаңағы болжырмайтын заңдарына кіреді. Барлық үйде де осындай болатын шығар. Енді осы қамырды елеп атқан кезде балаларының басы біріксін, денсаулықтары мықты болсын, еліміз аман, жеріміз тыныш болсын деп елейсін деп айтатын. Дәл қазір өзім де қарияның санатындамын ғой. Енді тоғжан қызыма кішкене үйретіп жатырмын. Ал енді біз осы қамырды жаңағы тұндырып қоямыз. Енді дәл қазір мен тоғжанға осы нені көрсеткім келіп жатыр. Әрине міне тостағымыз тап-таза. Иә, тура бір жуала болды. Мына жерге бүйтіп. Пищевой керек емес, иә? Пищевой қажеті жоқ. Жауып қойды. Енді ары қарай құртымызды дайындаймыз. Қазір құрт алып келейін. Ал енді не істейміз? Енді қолдың құртын аламыз. Бұл жерде жаңағы сиырдан, айраннан жасалынған құрт бар екен. Одан кейін одан 4-5-еуін салдым. Ешкінің де құрты бар екен. Бұл да ағзаға, адамның ағзасына өте пайдалы. Бұл жерде бір 10 құртты мен ыстық су қайнап тұрған суға ертіп қоямын. Мен қашан жаңағы жұқпамды пісіріп болғанша бұл жаңағы кішкене ериді. Осыны енді қолмен ары қарай жаңағы икемдеп, езіп, жаңағы неміздің сорпамызға салып, сонымен бірге жаңағы пісіп атқан нанымызды турап бір тамақ етіп бере беремін. Енді дайын болған қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Ол бөліктеріміз біздің жаңағы пісіретін тапамызға лайықты болу керек. Бөліп жасаймыз. Мынау кәдімгі үйдегі қазанымыз ғой. Осының ручкасын алатын болсақ, осыған пісіре беруге болады.
Қазір мен мынаның ручкасын алып тастайтын боламын. Сіздерге де лайфхак. Басқа бір ыдыс іздеп кетпей осы. Қолда бар нәрсені ұқсатып жасауға болады екен. Қазаны қақпаға. Дайын. Ал Тоғжан, сен де кіріс. Жая берем ғой, Жая берсін. Өте жұқа болу керек. Жұқа болмаса, ол кәдімгі нан болып қалады. Сол қытырлағымен. Соңғы қамырды жайып жатырмыз. Негізі біз мынаның бәрін жайып істегеніміз түспей қалыпты. Әйтпесе әдемілеп тұрып, бір тегеш деп барлығын айтып түсіндірген. Қаншауын жайып болсақ, камерамыз өшіп. Енді бұндай болады. Қызында да болады. Енді қазір біздің тапамыздың қызғанының иісі шығып жатыр. Мына жерде соңғы мәресіне де келіп жеттік. Тоғжанның осындай кәсіп бастағанын, кәсіп істегенін, мен жаңағы баласы бәйгеге шығапшыла, анасы, әкесі тақымын қысып отырады деді ғой. Мен де үйде қайта осы қызымның істегендік істеріне қарап, әйтеуір бір кәсіптің егесі болса екен, кәсіп бастаса екен деп армандап отырамын. Соңғы қамырымызды жайып болдық. Енді жаңағы тапамызға жайлап саламыз. Бірінші қамырды екі шетінен де пісіріп аламыз. Келесі қамырды айтамыз. Бұл жерде қолыңа тряпка ұстап аласың. Пісіп жатыр. Мынандай қазіргі заманның сөздерінен шарик болып жатыр деймін. Пісіп жатыр. Өйткені баяғыда айтатын еді ғой, от жақпастан қайнайды деп. Сол сияқты мына ошақ маған өте қызық болып тұр. Газға пісіріп үйренген едік. Енді электр пешіне де пісіріп жатырмыз. Кеше ғана бір каналдан көрген бір апа бар, келін екеуі. Қазақтың ұлттық тамақтарын, ұмытылған тамақтарын бәрін пісіріп жататын еді. Бүгін енді өзім басыма келіп пісіріп жатырмын. Қамырды пісірген кезде екі бетін, ең бірінші жұқпаны екі бетінде пісіріп аламыз. Себебі оның екі бетте пісу керек. Ал екінші қойғанымыз қамырымыз бетіне, сол піскен қамырдың үстіне қоямыз. Одан кейін оны екінші бетін аудармаймыз. Сол ана піскен бетімен аударамыз. Өйткені өзінің буымен өзі піседі. Жайманы. Оның үстіне әдемілеп орналастырып аламыз. Біздің бір тесте жұқпамыз дайын. Екінші бетін аударып жатырмыз. Әдемілеп пісіп қалды. Исінің кереметін ай. Ана келесісін қоямыз. Аударған кезде келесісін қоямыз. Өйткені ананың астында пісіп жатқанның буымен кішкене болса да пісу керек. Кейде ана қазан жаппа дейтін болатын еді ғой, нандар. Сол сияқты пісіре береміз. Міне келесі бетін аудардым. Қандай керемет болып пісіп жатыр. Бисмиллахиррахманиррахим. Аяқталып қалды. Ал мыналардың арасы жабыспайды? Жабыспайды арасы. Енді осы ыстық күйінде жаңағы шүберекке орап көп қоясын. Кеуіп тұрады да өзімен өзі. Суланып кетпейді. Ұзақ уақытқа саралмайды. Өйткені жеке пісірсең жұқпа болмайды. Тастай болып қалады ғой, қатты болып. Қатыр болып қалады. Ол жаңағы лағаштарың болады. Ал енді бұл азық ретінде, тамақ ретінде жасаған екен. Ұзақ уақытқа шыдайды деп жасаған екен. Аналарымыз осылай технологиясын осылай жасаған. Ақылды ұрпақ болады деп ойлаймын. Қандай керемет. Мынау сендердің орыстың несі? Блинчигі ма? Оның қасында блинчикті сол уақытта жеп қоймасаң,
оны ертесіне жеу мүмкін емес сияқты. Ал енді бұны сақтап қойды. Жұмыстан келді, сүтке салып же, айранға былғап же, тамақ қой ол. Міне бүгінгі жаңағы пісіріп жатқан жоқпамыз аяғына жеттік десек болады. Енді бұл жоқпаны екіге бүктейміз. Екеумізді екі шеттерін жайлап пісіріп аламыз. Себебі мынаның екі шетіне мұнша піспей қалған жерлері осылай пісіреміз. Қамыр болып қалмайды сонда. Екі шеттері де қызарып, әдемі болып пісіп жатыр. Жақсылап аламыз мұны. Былай қоямыз. Өйткені ана тарелкаде неғып кетеді, суланып кетеді. Бізге осылай қойып қоямыз. Міне, ал тоғжан аяқталды. Пісірдік. Мынандай құйрық май немесе тоқ майды алып, бір қасығын саламыз. Бұл құйрық май. Енді осы бір қасығы жетіп қалады қазіргі біздің отбасымызға. Егерде шамаға қарап жасай беруге болады. Мұны майдалап, пиязды турап, қыздырып, бір қуырып аламыз. Сорпамыздың пиязы дайын. Пиязымыз қызару керек, әдемі иіс шығу керек. Өйтпесе біздің жаңағы неміз сорпамыз әдемі болып шықпайды. Пияз кішкене пісу керек. Біздің пиязымыз қуырылды, қып-қызыл болып, әдемі болып қуырылды. Енді шамалап су құямыз. Мінекей сорпамыз дайын. Тұз саламыз, сөйтіп қайнатамыз. Шамалы тұз салып, әрине тұз әдемі болатын болса, дәмдірек болады. Осымен біздің сорпамыз дайын, не? Дайын. Құртты қолмен езген ол кезеңде қасығың, сенің мынау түрлі араластыратын заттарың, оның шамасы келмейді. Енді мына құрттың соңында езілмей қалғандарын бізде малта деп айтқан. Ол малтаны жаңағы малға шығып бара жатқан кезде қалтасына салып, мал бағып жүрген кезеңдерде түбіндегі қалған құрттарды аузарына салып жеп жүрген. Енді ол кезеңдердің жаңағы нелері ғой деймін, тамағы ғой. Ал қазір бұның орнына бізде чупа-чупс жейді. Ол дұрыс емес. Өстіп, осы құрттан қалғанды балаларға берсең, қандай керемет. Ал мінекей біздің сорпамыз дайын. Керемет, иісінің өзі қандай керемет болып тұр. Сорпаны құйып, ұсына беруімізге болады. Сорпамыз дайын. Бұл жерде 4 адамға арналған сорпа болып тұр. Үйдегі кісілердің санына байланысты өздеріңіз қоса бересіздер. Міне біздің құртымыз да дайын. Бисмиллахиррахманиррахим. Қандай керемет міне. Не деген әдемі. Қараңызшы, ортасы да піскен де. Піспей қалу деген нәрсе жоқ. Мына бір шеті мынандай болып тұр. Ал енді бір шеті пісіп тұр. Оны піспей қалды деп айтпайсың. Бисмиллахиррахманиррахим. Жолма көже дей ме бұны? Жоқ, бұны жоқпа көже дейді. Жолма деген ол қамырдан қалған. Біреуінің өзінен, екеуінен үлкен бір адам сояды. Енді құртын саламыз. Құрт дайын. Өзінің татымына қарай құртыңды саласын. Есімнің өзі әдемі. Тойымды тамақ. Ас болсын, үйде жасап көріңіздер. Әсіресе тұмау кезеңде. Дәмі деген енді айтамайым.
қалдықтарды не ішуді білген, иә. Тұзы да әдемі болыпты. Ал енді қазір Ақжол жұмыстан келген кезде рахмет деп ішеді. Иісінің өзі әдемі. Ақжолдың өзі әжесінің қолында өскен жоқ па? Ақжол бірден түсіне бастайды. Парақшама жазылып кетіңіздер. Күнделікті осылай қазақтың көне тамақтарын осылай салатын боламыз. Баршаңызға ас болсын. Жай ғана көріп кетпей, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Ас болсын. Рахмет, мама.